Қайырлы күн, құрметті достар. Бүгін 17 наурыз, шаңырақ күні. Мерекеге орай бүгін біз әріптесіміз Айгүл Асанқызының үйіне арнайы қонаққа баратын боламыз. Ендеше бізбен бірге болыңыздар. Бүгін 17 наурыз, шаңырақ күні. Мерекеге орай сіздердің шаңырақтарыңызға осы әріптесіміз Айгүл апайдың шаңырағына келуді жөн көрдік. Өзіңіздің отбасыңыз жайлы айтып өтсеңіз. Біздің шаңырағымызға қош келдіңіздер. Алланың қалауымен 2009 жылы Айгүл өмірлік серігімен отбасы құрдым. Содан Алланың қалауымен Алланың берген 6 перзенті бар. 4 ұлым, 2 қызым бар. Біз өнегелі отбасы Астана қаласы бойынша сондай тізімдеміз, Аллаға шүкір. Біз оңтүстік өңірдің тумасымыз. Бәйдібек атаның 3-ші келіншегі домалаған адам дүниеге содан тарағанбыз. Бәйдібек ауылынанбыз. Астана қаласы бойынша Садақ той федерациясында балдардың бәрі жарысқа барады. Барлығы бірнеше номинацияны ұтқан үлкен балам Иманғали Астана қаласының чемпионы, ол бірінші. Екінші балдарым домбыраға қатысады. Мен нағыз қазақи қылып тәрбиелегім келеді балалар. Қазақтың салтына, дәстүріне, спортына, жәндегі құндылығына қанығып өссе, нағыз еліне деген жанашыр, жан-жағына мейірім төгілетін, жан-жағына пайдасы тиетін азаматтар тәрбиелейінші деген мақсат, арман, сондай үмітпенен. Алла тағала қалауменен барлығымыз садақшы, асықшы, ләңгі, домбырашы, Абай Құнанбаевтың бірнеше өлеңдерінің номинациясын жаттап алып, жарысқа қатысып, жүлделі орындар алып жатыр, Аллаға шүкір. Осы сіздердің осы бақытты өмір сүрулеріңіздің, осы 6 бала шағаны тәрбиелеудегі басты құндылықтарыңыз, отбасылық міндеттеріңіз қандай жалпы? Жастарға айтар едім, алғашқы 5 жылдықта бірін-бірін қатты сыйлап құрметтесе, сабыр сақтаса, сол жерде анау бір үйдің ерке қызы, анау бір үйдің ерке баласы, бәрінде көкірек бар деген сияқты. Сол 5 жылдықта Алланың берген перзенттерін біреу, екеу, үшеу, төртеу болар. 5 жылдықта шыдап берсе, ары қарай бірін-бірімен үйлесіп кетеді. Бірін-бірін жақсы көріп. Расында да біздің Айгүл екеуміз отбасы құрғанымызға биыл 17 жыл болып жатыр. 17 жыл, Аллаға шүкір. Алғашқы 5 жылдықта ұрысқан шығармыз, бір-екі еді. Одан кейін ұрысуды қай күн ұрысқанымыз есімізде жоқ, уже неше жыл болды. Бірін-бірін дұрыс түсініп, неғып кетеді, сыйысып кетеді. Сондықтан жастарға да айтарым, сабырлы болыңдар, и махаббат жеңеді ең бастысы. Енді мына дастарханның басында болғандықтан бір өлеңдетіп жібермей қояйық, оны домбыра шырқасын. Біздікі сақ садағы болады. Осы садақпенен біздің балдарымыз жарысқа қатысып, жалпы негіз осының бәрін садақ деп бір атайды. Ал бөлшектеп келетін болсақ, белі, жақ, ілмек, кіріс деп келеді. Жебе, белі, қауырсын, ілгіш, сонымен осының бәрі қосылған кезде садақ болады. Осының бәрі. Және біздің ата-бабаларымыз бас бармақпен атқан. Аттың үстіне келіп тұрсаңыз көз алмайсың ғой. Сондықтан бас бармақты астына қояды, бас бармақты құшақтаған бетте бұл түспейді уже. Аттың үстіне секіріп бара жатса түспейді. И тартады да жібере алады, сезіну арқылы, көзі емес. Тартады, жібере алады. Сол бетте адам сезінетін болса, көзге қарағанда жақсы. Астан кеше ғана Қазақтың ойындарының бірі ғой. Ақпанның 28 күні әке мен бала жарысына қатысып, Астана қаласы бойынша 50 мектептің ішінен бірінші орын алдық біз. Әке мен баланы үйлестіру, бір-біріне деген мәміле, бір-біріне деген қарым-қатынасты жақындастыру мақсатында ұйымдастырды әке балалар. Соның асықтан жарыс болды. Соның баламыз екеуміз барып бірінші орын алып келдік. Енді жалпы тыңдай берсек айтатын дүние көп екен негізі. Өнерлеріңіз өрге жүрсін дейміз. Енді біздің де уақыт тапшы. Құдай қаласа тағы да бір келесі жолы жолымыз түсіп келеміз деген ойдамыз. Шаңырақ күні құтты болсын.